Сәлем, жаз мезгілі келсе болды, шыбындар мазан алады, үйге кіріп тамаққа қонады, ызындап жүйкені жұқартады, иә. Әсіресе кешке қарай жарыққа ұмтылып, айналаға толып жүреді. Бұл видеода біз шыбыннан құтылудың қарапайым әрі тиімді әдісін көрсетеміз. Өз қолымызбен үйде жатқан ескі шамдар бар ма? Соларды шығарып, шыбынға қарсы шам дайындаймыз. Әрі көрсетеміз. Бізге қараңыздар, иә, мынандай дихлофос, түрлі дихлофоздар шыбынға, масаға үндемеске қарсы нелер аламыз ғой. Енді одан былай осы мен айтқан затты жасасаңыздар, ешқандай да дихлофос ештеңенің керегі болмай қалады. Шыбын түгіл үндемес, бәрі қашып кетеді үйден. Қараңыздар, біздің үйде осындай шам дегендер көп қой. Біз үйде ата-енеміз болғаннан кейін көбінесе атам әр пенсия алған кезде біреу екеу шам әкеле береді үйге ше. Свет өшіп қалатын шығар деп. Кейін бұның да бір пайдасы тиеді екен ғой деп қойып қойғанбыз ғой. Енді қарасаңыздаршы, осыған пайдасы тиіп жатыр. Осы қисайып, мисайып кеткен ғой, жаз мезгілі болғаннан кейін еріп. Қараңыздар енді бұны осындай табаға, мен осындай бауырсақ пісіретін табама қойып, міне қараңыздар, ерітіп алдым. Мына шыққан жіптарын тастамаймыз, керек болады. Енді қараңыздар, болған не қосамыз? 200 граммдық бізге стеклянный бокал керек болады. Оған біздер бір 15 шақтыдан гвоздика салып, яғни қалампыр мұншақ. Бұны қараңыздар, иә, біздер жақсылап тұрып екеуіне бөліп құйып аламыз. Екеуіне құйып алдық. Екеуі бірдей болғаны жақсы деп, екеуіне қарап, бірдей болсын деп, қарап не қылып жатырмын. Қараңыздар, иә, қалампыр мұншағыны астына қалды. Бұны енді айта алмаймын бұны. Мен өзім жылы істетемін. Қараңыздар, екеуі пәштей толды есеп. Сосын болған мен жаңағы нені бір араластырып алдым, қасықпен араластырып алдым. Сосын үйде қандай кофе бар? Бізде монарх кофесін алып, бір қасықтан салдым. Екеуіне де жақсылап тұрып саламын. Бір қасықтан. Қараңыздар, бір қасықтан салып, әдемілеп тұрып, бұны араластырамыз. Бұны кейін лавровелисті білесіздер, иә, кәдімгідей. Бұны жаққан кездеріңізде бар ғой, приятный иіс шығады. Еще лавровелис таза ауа береді, иә. Кәдімгі үйге ақша шақырады дейміз ғой, лавровелисті. Тазалайды ғой үйді, кәдімгідей. Кім нені айтсаңшы, қалампыр мұншақты. Енді, істеп көріңіздер, вообще зор. Менің YouTube каналыма өтіңіздер. YouTube каналымда өзіңізге керекті заттың барлығына табасыздар. Заттық деппін ғой. Өздеріңізге денсаулықтарыңызға керекті емді табасыздар. Жаңағы нені айттым ғой, мен жіптарын тастамаңыздар деп, иә. Енді осы жіптарын осыған пайдаланамыз. Қараңыздар, ортасына жаңағы бірінші қойғаным тұрды. Тура осы қараңыздар, бұл бір бәсте қатты. Астына қалампыр мұншақ, орта жағында лавровелис. Қараңыздар, бұны енді үстіне жағып көрсетемін сіздерге. Кәдім иісін айта алмаймыншы. Шам жаққан кезде бір иіс шығады ғой. Мынаның иісі бар ғой. Лавровелис, кәдімгі гвоздиканың иісі ұрып тұр ғой. Прям. Вообще зор екенші. Істетіп көріңіздер. Ешқандай да өкінбейсіздер. Шыбын, маса ызыңдаған, үндемес. Бәрі жоқ болады. Шамның иісі шықпайды. Кәдімгі әдемі иіс шығып тұрады, қыздар.